Мына жерде бізде алма ағашы, жас көшет, 2-3 жылдық. Осы жерге телу жасалған. Тамырдан өсіп шыққан мынау жабайы алма діңгегі. Соған мына жерде телу жасалған. Бұл ағашта да 3 түрлі алма болады деп осылай жоспарланып отыр. Қарасаңыздар, мына телу орнынан былай қарай мынау басқа алма. Мына жақ басқа алма, үсті басқа. Мына жерде телу жасалған жалғанған орын. Осылай бір ағашқа бірнеше сорт осындай әдіспен жасалады. Сосын кейбіреулер осы прививка ғой, орысша айтқан кезде прививканы будандастыру деп айтады екен кейбіреулер. Оны менің ойымша қате түсінік. Прививка деген сөзге будандастыру ол келмейтін нәрсе. Бұның аудармасы телу. Бізде телу деп аталған. Негізі дұрыс болады. Телудің 2 түрі бар. Мынандай шыбық арқылы осы жерде жасалғандай. Екінші түрі мынандай бүршікті алып, бүршікті телу арқылы жасалады. Будан сөзіне келетін болсақ, Оралхан Бөкей атамыздың қауіпті будан кітабын оқығансыздар ма? Сол жерде түсінуге болады. Будан сөзінің мағынасы қалай екенін. Будан деген нәрсе ол тұқымның шатысып, араласып кетуін, бір түрмен екінші түрді араластырған кезде үшінші басқа бір түр пайда болады. Бұл жерде жағдай олай емес. Мына жерден жабайы алма келді. Мына жақтан өскен алмада сортовой алманың ерекшеліктері ғана болады. Мына жабайы алманың ешқандай бұған әсері болмайды. Бұл тек қана тамыр міндетін ғана атқаратын болады. Мынау осы күй жасалды. Одан кейін 10 жылдан кейін мына жерден кесіп алып тастасаңыз, мысалы үшін мынау жабайы алма, қызыл жапырақты жабайы алма болды делік. Осы тұстан кесіп алып тастасаңыз 10 жылдан кейін осы жерден шыққан бұтақ жабайы алма болып қала береді. Бұл жерде ешқандай будан жоқ. Бұл бір-бірімен араласпайды. Будан болған жағдайда ол буданды артқа қайтара алмайсыз. Буданды ажырату мүмкін емес. Солай достар, атаулардан шатыспайық. Мынау тағы да бір алма. Бұл жерде бір түпте 4 түрлі алма өседі. Мына бергі жағы телінген жер білініп тұрады. Ол қанша уақыт өтсе де ол кішкене томпайып сондай белгі беріп тұрады. Бер жағы белый налив деген жазғы алма, ерте пісетін, көктемде пісетін. Мына жағы басқа түр, арғы жағы басқа, үсті басқа. Телу орындары көрініп тұр. Осы алмада, осы ағашта 4 түрлі алма өседі. Бір жағы қызыл, бергі жағы ақ алма, белый налив. Бір жағы сарқыштау келетін алма, бір жағы қызыл алма. 4 түрлі алма бір түпте. Оның қалай жасалатынын көктемде, Алла қаласа көктемде көрсететін боламын, практика түрінде. Өйткені ол қазіргінің жасалмайды, көктемде негізі. Неше түрлі әдістемелері бар, ережелері бар. Оның бәрін толық сіздерге айтып беретін боламын. Каналға тіркеліңіздер. Егер ақпараттар ұнаса лайк басыңыздар, тіркеліңіздер.